Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге өте дәмді корниктің рецебімен бөлісетін боламын. Ең алдымен жылы айранымызға ас содасын салып, осылай көпіршітіп араластырып аламыз. Содан кейін тұзымызды, ерітілген сары майымызды салып, жақсылап венчиктің көмегімен араластырамыз. Содан кейін ұнымызды салып, қамыр илейміз. Қамырымызды жақсылап илеп алғаннан кейін бетін пленкамен жауып, 10-15 минутқа тындырып қоямыз. Ендігі кезекте салмасын дайындауға кірісеміз. Ыдысымызда көбіктап туралған тауық еті, картоп және де пияз бар. Дәміне қарай тұз бен қарабұрышты саламыз. Тауық еті майсыз болғаннан кейін салмамыздың дәмін келтіру үшін ерітілген сары майымыздан құямыз. Барлығын жақсылап араластырып аламыз. Тестамызды 12 бөлікке бөлеміз және де аздап ұн салып, дөңгелек етіп жайып шығамыз. Ортасына салмасын салып, видеода көрсетілгендей корниктарымызды түйіп шығамыз. Мінекей осылай ерекше әдемі болып шығады. Барлығын осылай түйіп болғаннан кейін противеньге жайғастырамыз. Содан кейін жұмыртқаның сарыуызымен азғантай сүтті араластырып, корниктарымыздың бетіне жағып шығамыз. Алдын ала қыздырылған 180-190 градус пешімізге қызарғанша пісіріп аламыз. Өте тойымды әрі өте дәмді болып шығады. Сіздер де жасап көріңіздер. Рецепт ұнаса каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар.